Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Телесабаққа қош келдіңдер. Балалар, біз өткен сабақта сендермен мәтінге тән белгілерді есімізге түсірдік. Бүгінгі сабақтың тақырыбын өздерің тауып көріңдерші. Ол үшін бізге берілген ребусты шешіп көріңдер. Ребустың шешуі бүгінгі сабақтың тақырыбы болады. Балалар, ребусты шеше алдыңдар ма? Ребустың шешуі мәтін түрлері. Олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтін түрлері. Бүгінгі сабақта тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және олардың құрылымдық бөліктерін анықтайсыңдар. Сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы сипаттау мәтінін жазасыңдар. Балалар, мәтіннің қандай түрлері бар? Есімізге түсірейікші? Қане, бірге атайық. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Балалар, әңгімелеу мәтіні дегеніміз не? Және ол қандай сұраққа жауап береді? Әңгімелеу мәтіні бір нәрсе жайында хабарлайды. Не істейді, қайтеді, қайда болыпты деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, сипаттау мәтіні ше? Сипаттау мәтінінде адам, табиғат, жануарлар сипатталады. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, пайымдау мәтіні дегеніміз не? Ол қандай сұраққа жауап береді? Пайымдау мәтінінде оқиға, құбылыстардың себептері түсіндіріледі, дәлелденеді. Неліктен, неге деген сұрақтарға жауап береді. Міне балалар, мәтіннің түрлерін есімізге түсірдік. Балалар, бізге мәтіндер берілген. Мәтіндерді мұқият оқып, өзара салыстырайық. Ақбөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақбөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады. Екінші мәтінді оқиық. Ақбөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен. Тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау. Көздері мөп-мөлдір. Балалар, бұл мәтіндердің түрлерін анықтайық. Бірінші мәтін – әңгімелеу мәтіні. Себебі бұл мәтінде ақбөкенді әңгімелейді. Екінші мәтін – сипаттау мәтіні. Себебі бұл мәтінде ақбөкенді басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір деп сипаттаған. Және мұндағы үлкен, жалпақтау, қысқалау, мөп-мөлдір сөздеріне қандай деген сұрақ қоямыз. Балалар, бізге мәтін берілген. Бірақ бұл мәтінде артық бөлік бар. Сол артық бөлігін тауып, мәтінді қайта құрастырайық. Қане, таба алдыңдар ма? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұндағы екінші бөлік бізде артық. Морж сойдақ тісті полярлық мақұлық. Ол шаян бақалшықтарын қазып жеп қоректенеді. Бұл бөлікті алып тастаймыз. Балалар, енді құрастырған мәтінімізді бірге оқиық. Көптен бері қора сыртында екі таяқ жататын. Екеуі дос еді. Бір күні қалтай біреуін қазық қып қағып, бұзауын арқандады. Солақ екен, әлгі таяқтың көкірегіне нан пісіп шыға келді. Өйтпегенде ше, қазық болып пайдаға жарады ғой. Балалар, мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Менің нұсқам екі таяқ. Балалар, бізге өлең берілген. Бірақ бұл өлеңдегі сөздерді өз орнына қойып, оқып көрейік. Тоны қандай жыл еді, маған қатты ұнады. Мұз үстінде жүреді, суға сүңгіп шығады. Балалар, сендердің жауаптарың сәйкес келді ме? Жарайсыңдар. Балалар, бұл өлеңде қандай жануар туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, ақ аю туралы айтылған. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, соңғы 100 жылда ақ аюдың саны 5%-ға азайған. Ғалымдардың айтуынша, бұған Арктикадағы мұзды өлкенің еруі әсер еткен. Себебі климаттық өзгерістер ақ аюдың иммунитетінің төмендеуіне әсер етеді. Балалар, сызбаға мұқият қараңдар.
Бұл сипаттау мәтінінің сызбасы. Сипаттау мәтінінде заттың белгісі, түрі, түсі және ерекшелігі сипатталады. Олай болса, балалар, бізге қой берілген. Қазір сендер қой туралы сипаттау мәтінін құрастырып көріңдер. Ол үшін мына тірек сөздерді қолдансаңдар болады. Қойдың мінез қасиеті жуас, бойы аласа, ерекше белгісі жүні қалың. Қане балалар, сәттілік. Балалар, енді өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Қой аласа бойлы, мінезі жуас үй жануары. Оның жүні қалың әрі жұмсақ болады. Қазақ халқы қой малының еті уыз, сүті бал, жүні жібек деп есептеген. Балалар, логикамызды дамыту үшін келесі тапсырмаға назар аударайық. Қойшы мен қу. Ертеде бір қойшы болыпты. Ол малын базарға апарып сатып, ақшасына керек жарағын алады екен. Бірде әлгі қойшы 4 қойын айдап базарға келеді. Оны көптен бері аңдып жүрген бір қу қасына жетіп келіп: "4 қойды саудалап, не пайда табам дейсің? Одан да маған беріңіз, 3 есеге көбейтіп беремін", дейді. "Ол қалай?" дейді қойшы таңғалып. "Оп-оңай", дейді қу. "Менің сиқырлы қорам бар. Ішіне мал қамасам, бір түнде 3 есеге көбейеді. Ертесіне көбейген малды қораға қайтадан қамаймын. Сонда тағы да 3 есеге көбейеді." Осыны айтқан қу: "Сиқырлы қораны жалға беру тегін емес. Аздаған ақысы бар. Қойларыңыз қорамда тұрып, 3 есеге көбейген сайын 9-ын алып отырамын", деп қойшыға шарт қояды. Қойшы сәл ойланып: "Жоқ, мұныңа келісе алмаймын. Егер қойларымды қораңа 2 күн түнетсем, өзіме түк те қалмайды екен", деп жауап беріпті. Балалар, қойшының жауабы дұрыс па? Қане, бірге есептеп көрейік. Балалар, егер қойшы сиқырлы қораға 4 қойын қамаған кезде 3 есеге көбейсе, ол бір түнде 12 қой болады. Егер 12 қойдың 9-ын қу алса, қойшыда 3 қой қалады. Екінші күні 3 қой 3 есеге көбейсе, 9 қой болады. 9 қойдың барлығын қу алып алса, қойшыда түк те қалмайды екен. Міне балалар, қойшы ақылдылығымен өзінің қойларын сақтап қалды. Балалар, қазір мына суреттерді сәйкестендірейік. Біз сендермен мәтіннің түрлерін есімізге түсірдік. Мәтіннің түрлері қандай сұрақтарға жауап береді? Әңгімелеу мәтіні не істейді сұрағына жауап береді. Сипаттау мәтіні қандай сұрағына жауап береді. Және пайымдау мәтіні неліктен сұрағына жауап береді. Балалар, естеріңе сақтаңдар. Бүгінгі сабақта сендер тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы мәтіннің түрлерін және оның құрылымдық бөліктерін анықтадыңдар. Сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы қой туралы сипаттау мәтінін жаздыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.